Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде отзывтар сөйлесін Айдары. Мен үшін қанша сағат жүріп келдіңіз? 36 ма? 36 сағат жол жүріп келді Қызылорда облысынан. Гүлнұр ханым қазір өздеріңізге таныстырып өтсін, өзіме есіміңізді, именно қай қала, қай ауылдан келдіңіз, немен айналысасыз, соның барлығын таныстырып өтсеңіз, менің қандай курстарыма қатыстыңыз? Сәлеметсіздер ме? Ая ханымның оқырмандары. Менің есімім Пирманова Гүлнұр Темірхановна. Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінен келдім. Жасым 38-де, жалғыз басты көпбалалы анамын. Осы Ая ханымның сабағына 2021 жылы 21 қыркүйектен бастап қатыстым. Содан бері біраз жетістіктерге жеттім. 18 арманым орындалды. 18 арманыңыз орындалды. Аллаға сан шүкірліктер болсын. Жалпы мен курсыма келмей жатып, қандай без проблемаңызды шешкіңіз келді? Ешкімге удобный болмауды, балдарыма ашуланбауды үйрендім. Сосын кредиттерімнен құтылдым. Қанша қарыз кредиттен құтылғыңыз келді? 10 миллион кредитіңіз болды. Қай айда? Так, 2021 жыл қыркүйек айында. Қыркүйек айында болды. 6 ай бұрын ғой онда, қазіргі сәттен бастап. Хорошо. Тағы қандай проблемаңыз болды? Фиберлик компаниясымен айналсам, сол кезде менде қорқыныш болды. Директор болуға деген. Команда құра алмайын деген ба? Команда құра алмай, бизнес жасай алмай сөйтіп жүрдім. Ары қарай дамыта алмайын деген сияқты ма? Шүкір, қазір 250 мыңдай айлыққа шықтым Фиберлик компаниясынан. Және де қосымша робот кілем пилосос сатумен айналысып жатырмын. Шүкір Аллаға. Сол курсқа келген кезіндегі табысыңыз қанша еді? 150 мың. 150 мың, Жалпы осы курс барысында өттіңіз, ары қарай практика жасадыңыз. Қанша болды қазіргі нүктеңіз? 2 миллион, 2,5 миллион, кейде 3 миллионға асып кетіп тұр. Солай табысқа шықтыңыз, Енді, және де 10 миллион теңге кредитіңізден қаншауын нақты құтылдыңыз? 8 миллионнан құтылдым, енді 2 миллионы қалды. 2 миллион. Енді қараңызшы, қаншама қазақстандықтың, 80% адамның, ересек адамдардың кредиті бар десек болады. Мен кеңес бермей қойыншы, өзіңіздің жүрегіңізден, өзіңіз қандай 3 кеңес бере аласыз, осы именно қарыз кредиттен құтылу жайлы? Ең бірінші, сіздің сабағыңызды оқу керек, одан кейін мышлениені өзгерту керек, қарызға деген қорқынышты, өзіңе деген қорқынышты жеңу керек. Одан кейін әрекет па? Одан кейін әрекет. Ұйықтамай, жатпай, тұрмай, еңбек ету. Мысалы, Гүлнұр ханымның инстаграмыда қатты подписчигі жоқ, қатты емес, қанша подписчигіңіз бар? 610 подписчигі бар, Қызылордадан ары 6 сағаттық жерде тұрасыз. 9 сағаттық жерде, ауылды жерде тұрады. Мемлекеттік жұмыста жасайсыз, Темір жолда еден жуушы. Темір жолда еден жуушы. Қараңыздар, мен еден жуушымын, ауылда тұрамын, жалғыз бастанамын, енемді қарап отырмын, менің қолым бос емес, уақытым жоқ деп отырған жоқ. Бала шағамның болашағын жасау керекпін, қарыз кредиттен құтылу керекпін деп амал етіп жатыр, Қаншама бала шағасы болып, енесімен тұрып, еден жуушы болып, жұмыс жасап жүріп, мен курсыма қалай уақыт таптыңыз? Уақыт таптым арнайлы. Анамды демалысқа жібергізіп алдым, кешегі айда Бурабай Риксосқа барып. Өзінің туған анасын Риксосқа жіберіп алған. Ая ханымның әрбір сөзінде ой саларлық қой, анаңа. Именно айтыңызшы сол сөзді. Анаңа бір түйір титімде жақсылық жасай алмасаң, сен адам емессің деген. Сол маған жүрегіме қатты батты. Жатпай тұрмай сол Бурабай Риксосқа демалысқа жіберіп алдым. 59 жасқа келгенде купальник киіпті. Ең алғашқы рет купальникті кигіздіңіз ба өзіңіз? Анаңыздың да арманын орындапсыз ғой. Шүкір. Енесіне де сыйлық жасаған. Енеме сотка бердім. Келесі бұйыртса, анам екеуміз Түркістан Риксосқа демалуға барамыз. Енемді Сарыағашқа демалысқа жіберейін деп отырмын, Алла қаласа. Сондай жақсылықтар. Осының барлығы бар жоғы жарты жылдың ішінде болды ма? Жарты жылдың ішінде. Адам айтқызса нанғысыз. Өзім осы оқуда қайттан студент болып қайттан алайын деп отырсыз, Енді қараңызшы, сіз менің 40 күндік бизнес курсымда да өттіңіз, Сабақтың 3+ын айта аласыз ба? Қандай ол? Ыңғайлы, мынандай деген сияқты қандай? Оңай, әрі тілге түсінікті ма? Түсінікті. Тыңды енді үнемдеп жұмсайсыз да, өзіңді жауапкершілік
өзіңе сізге жауапкершілікке ие. Мен өте қатты қуаныштымын сіз үшін. Сіздің табысыңыз сентябрь айында 150 мыңнан 2-3 миллионға дейін көтерілді. Жарты жылдың ішінде, достар. Бірақ бірінші айдан бастап өзгеріс болып бастаған. Және де жарты жыл бұрын 10 миллион теңгелік кредиті, жолдасыңыздың кредиті қайтыс болған соң сізге өтіп кетті, жолдасымен өзінің кредиті қосылған кезінде 10 миллионға шыққан. Дәл қазір 6 айдың ішінде 8 миллион кредитін жапқан. Енді 2 миллион кредитін ала қалса жауып тастайды деп ойлаймын. Күйеуімнің февраль айында 13-інде жылдық садақасын істедім. Барлығы молынан жетті, продукты да, барлығы да. Үшеуге адам жайғарып, шүкір, ол да менің жеткен бір белесім деп. Енді қараңыздар да, мен курсыма келген әрбір жанда мықты өзгерістер болғанын қалаймын. Және де мотивация беру үшін мен әрбір курсымда бір мотивация қойып қоямын да, ақшалай сыйақы, өзін бизнес бастайды ма, өзіне құяды ма, өз дамуына, өзі біледі адам, главное мен табыстаймын. Ноутбук дейміз, алтын дейміз, саяхат дейміз. То есть әрбір адамға мотивация, енді сыйлық берудің өзі сүннет қой. Сондықтан да мен көп балалы ана болса да, ауылда тұрса да, еден жуып жүрсе де, мен осындай керемет, сабақ үй тапсырмаларының барлығын уақытылы орындап, сабақтың барлығын жіберіп уақытылы, қандай тапсырма берсем де соны сразу практикаға кірісуінің арқасында осындай мықты нәтижеге жетті. 100 мыңнан 2 миллион табысқа ауылдық жерде шығу деген ол өте керемет нәтиже. Енді мен сізге уәде берген курсымдағы миллион теңгені қазір табыстаймын. Қазір мен Гүлнұр ханымға менің атымнан бизнес бастауға, ол өзі біледі ары қарай бизнес бастайсыз ба. Мен курсымды жарты жыл бойы бостан-босқа практикалайды етпедім дедім. Сіз менен жақсы білесіз, что ақшаны бизнеске құю керектігін. Мінекей миллион теңгесін табыстадым. Қызылорда қаласынан келді. Мен де Дубайдан ұшып келіп тұрмын. Ауыздан шыққан сөз не дейді, атылған оқпен тең дейді. Зерттедім, шәкірттерімді, студенттерімді келгене кім күштеп тұрып практика жасайды екен деп. Сіз барлығының қасында практика жасадыңыз. Өте қуаныштымын. Осыны сізге табыстау үшін сонау жерден шақырттық. Жаным, сол. Жыламаңыз. Көзіне жас алып қалды. Тек қана жақсылықтың көз жасы болсын. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Өзіңізде тек қана қызыққа ақша жұмсаңыз, енді болды, қарыз кредиттеріңіздің барлығын жаптыңыз ғой. Ақша тек қана сіз үшін қызықшылыққа келсін, қуанышқа, бақытқа. В общем, сіз тек қана отбасыңызды қуанту үшін болды, достар. Барлықтарыңыз құттықтап қойыңыздар, құттықтау сөздерін астына жазсаңыздар болады. Гүлнұр ханым, енді қандай сөз айтасыз? Ая ханым, сізге Алла разы болсын. Сізді өмірге келген ата-анаңызға мың алғыс. Сіздің сабағыңызды оқи беруден жалықпаймын. Тағы да оқытқым келіп тұр, осы 7 сәуірде болатын. Енді Алланың қалауымен бір мұқтаж жанға бұйырсын, 15 миллиондық пәтеріңіз. Мен негізі өзімнің маңдайыммен ешкімнен не сұрамай, сөйтіп Дубайға барам деп өзім шешіп едім. Сіз шақырт дегесін біреу сөзіңіз жерге тастамай, осы жаққа ат терлетіп келдім. Қанша жолымда кедергі болса да, сол кедергілерге қарамай. Жаным, сол енді курсқа қатыспаған жандар үшін қандай 3 кеңес айтасыз? Курсқа қатыспаған қыздарға айтарым, өздеріңіз болашақ құрыңыздар. Сізге күйеу, ата, ене, бала ешкім құрып бермейді. Өздеріңізді жарыққа шығарыңыздар. Және де Ая ханымның әрбір кеңесінде бір мотивация жатыр. Соны тереңіне түсінсеңіздер екен деймін. Практикаға кірісіп кету керек. Енді қараңызшы, сіз ақша төлейтін кезде сіздің де ақшаңыз болған жоқ, болған жоқ. Сіз менің ең үлкен VIP пакетін сатып алдыңыз, Ол кезінде менің жеке консультациям 250 мың еді, Аха. И сізде сол кезде артық ақша болған соң төледіңіз ба 250 мыңды? Сол кезде бір айға алтын алқамды бірнеге ломбардқа қойып сөйтіп қатыстым да, келесі айда уже ақша таба бастағаннан кейін төлеп сап қайттан алдым алтын алқаларымды. Ломбардқа қойып? Ломбардқа қойып. Алтындарыңызды қатыстыңыз. Қараңыздар. 3 алтын сырға ұтып алдым, Ая ханымның сабағына қатысып. Тағы да қандай жетістік. Енді миллион теңгенің рабоклейін анау-мынау адам ала алмайды. Ол 100 мың айлыққа қарап отырса, мен ала алмаймын. Шыны керек. Шүкір, өзім жағдайымды да жасап алып жатырмын. Балдарымның да уже
уайымдамай барлық жағдайын жасап жатырмын, шүкірмін Аллаға. Енді балдарыма үй алып беру мақсатым. Басын бастадым, енді Алла қаласа 4 балама 4 үй алам деген мақсат қойып отырмын. Алас, Құдай қаласа. Сіз мына түріңізбен алас. Аллах тағала ең басты сізге денсаулық берсін. Аумин. Қалған барлық нәрсе бола береді. Достар, не айтарым білмей қалдым ғой, өзім бүйтіп қуанып кеттім ғой. Сол үшін сізді құттықтаймыз. Алып кетесіз ары қарай.